Әңгімені доғарамыз, Саптан жөнді ұстап тұрды. Сәл қапты. Шаштарын алып сөйлешті, не ма? Шаштарын үстілерінде өсіп кеткен. Ал ерті кеп тұр ол сіз. Вообще көз жынып отыр же. Көзге кедергі оның. Былай Записаться етті ма? құлақ қана не тап қойсақ, сақина. Кішкене еріңді бояп қойсақ, көзіңді бояп қойсақ, пожалуйста, қыз екен деп ойлап қойып. Кішкене ер азаматсыңдар ғой кішкене. Қыздарға жарасады. Шашпен қыздарға жарасады. Сендерге не жоқ? Сендерге не жоқ? Бар. Ал көрген. Не міне? Шаштарың өсіп. Нормально. Точно пойдет. Наг вообще. Индийский кино. Бір-екі мәрте қамшымен салып жібермем. 1-2 жыл тренировка келмей қойды. Енді келіп тұр. Ағай шашын алдым деп тағы 1-2 жыл жоғалып кетпен. Не деп тұрсың? Бір деп тұрсың ба? Жоқ. Мұрныңды бар дейді, қысып қойын кішкене. Сөйлемей тұр. Ағаңды тыңдау керексің. Шаштарың бәрі өсіп кетті. Шаш төбесін өсіріңдер. Бірақ кегілді алып жүрсеңізші. Хотя бы кегіл. Горшок. Красиво, бәрі әдемі. Әдемі де өсіріп, әдемі де алып жүруге болады, қанша айтасыз деп. Осы стрижкасы непонятно осы әдемі. Былай қола ма? Тік шаш қой. Жоқ, мына жағын алақтап, мына жағын алдырамын бөле қойшы, бұл ше. Короткий болса, міне. Пример сен, пример, пожалуйста. Өсіп кетті дейді бұл. Еще өсіп кетті дейді шаш. Қараңдар мені. Көрсетемін бәрі. Міне, живой пример. Ер азамат, ер жігіт қандай болу. Пожалуйста, еще өсіп кетті ағай деп қойды. Қай жерін алсын? Тақыр басып қалған дейді. Алу керек. Шашың әдемі балам, күшті. Өзіңе жарасымды, бірақ енді алып жүрген қой кішкене. Келесі тренировка алып келді. Келесі тренировка обязательно аласың. Конечно аласың келесі тренировка. Оған жеткізбей алып жүрмедіңіз ба? Келесі тренировка бәріміз аламыз Құдай қаласа. Алла амандық берсе. Ағай, Тұр ішіне. Тұр мына жерде. келесі тренировка алып Тұр деймін жерде. Реттемей саған ескертпеймін ғой мен. Тұр мына Уақыт болмады мен просто жұмыста болдым. Давай. Тарт қолды. Ұста. Тұр. Жыбырлама. Көз ашылып қалды ма? Міне. Қос. Оғысын алып жүрге болады оғысын. Жасай. Көзіңді ашып кішкене. Қанша айттым осы? Қанша мәрте сендерге ескерту жасаймын? Сабақ болсын. Челек қайда? Ұста. Келесі жолы шашыңды алып келмесіңдер. Бұлай тықырғып алам. Либо тықырғып алам, либо ана қыздардан бантик алам да, бантик қойып қоям. Түсіндер ма? Не деген шашына? Қарашына? Бір кило бар ау.
Бүйтіп өретін ғана қапты олай. Настя, Света, Ақмарал, қарлығаш болып жүретін уже. Шашқа жетіп қапты оны. Азын көрейя. Şaşkın. Немно. Немно. Ақсұңқар ағасысың ғой, немно. Сен қаншадасың? 25. Мынау қаншада? Точно ма? Біліп алдың ба, сұрап алдың ба? Туған інің, туған күні қаншада екен білмей жүрсің ба ғана? Не шашың? Үйде көп жата ма? Келесі жол көп жатпайды да үйде онда. Ұста, алақанды көрсет мына ел халыққа. Көдер басыңды. Көдер басыңды. Көдер басыңды. Міне көз ашылып қалды ма? Ашылды ма көзі? Иә деп қойды өзі. Қанша айтамын? Шаштарында алып жүріндер, әдемі болып жүріндер. Қан. Келесі жолы тренировкада шашынды алып келмесін, тоже лысый қылып алам бұлай. Болмаса бүйтіп бантик байлап қоям бұлай. Ақмарал, Махаббат, қарлығаш болып жүрсіңдер. Түсіндер ма? Еркексіңдер ма? Еркекке лайықты жүрсіңдер. Әдемі болып жүруге болады. Шашты өсін ұстама. Қыздарға жарасады. Сенеге не жоқ? Түсінікті ма? Қан, айт. Келесі жол қайталанбасын. Үстілеріңе, шаштарыңа, сөйлеген сөздеріңе, жүрістеріңе бәріне саламатсыз бәріне қарап, ұқыпты жүру керек. Яғни таза жүру керек, яғни таза сөйлеу керек, яғни шашым дұрыс болу керек. Қандай да бір істірлігін бәрі дұрыс болу керек. Менгі дұрыс па? Вот сонда адам боласыңдар. Ең бастысы бұл өмірде адам болу. Хайван, ит болу бәрі біздің қолымыздан келеді. Все болды. Так,